Ата-аналар чатында дәл қазір қауіпті деп таралып жүрген Schoolboy Runaway ойыны шын мәнінде қауіпті ме? Факт-чекерлер тексеріп көрген екен, нәтижесін айтайық. Әртүрлі топта таралып жүрген бұл ойын туралы әңгімеде Schoolboy Runaway немесе Flashback, тіпті Schoolboy Escape ойындары аталған. Бұл мобильді ойын балаларға ата-аналарына білдірмей үйден қашуға үйретеді делінеді. Тіпті адамды өлімге шақырадымыз. Ал факт-чек кз журналистері бұл мобильді ойынды жүктеп алып қарап шыққан. ютубтан да ойынның бірнеше сағатын көріп, жаман нәрсені насихаттайтын ақпарат таппадық дейді. Сөйтсек, бұл ойынды Антон Шулигин жасаған екен. Ойынның жас шектеуі 12 жастан асқан балаларға ғана арналған екен. Журналистердің айтуынша, Schoolboy Runaway бөлмеден шығу жанрындағы ойын деуге болады. Мұндай ойындардың мәні бас кейіпкер көп кедергісі бар жабық кеңістіктен логиканың көмегімен сыртқа шығу керек. Ойында айналасын зерттейді, мақсатына жетіп, сыртқа шығу үшін көмегі тиюі мүмкін заттарды табады екен. Факт-чекерлер мұндай ойындардың шын өмірдегі баламасы ретінде түрлі бөлме квесттерін атауға болады дейді. Осылайша жасалған тұжырым бойынша журналистер мұндай сюжетпен ойынның геймплейі ата-аналарды неге алаңдатқанын түсінуге болады дейді. Дегенмен хабарламалардың мәніне оралсақ, бұл ойында шынайы өмірде қолдануға арналған нұсқаулар берілмейді. Ал ата-анадан қашу тек ойын ішіндегі нұсқау мен ережелер ғана екен. Ал сіздің көзқарасыңыз қалай?